Келі кітаптың басында бір қызық әңгіме берілген. Онда адам мен Хауа туралы сипатталған. Олар Эден бағында өмір сүрді. Сол бақта бәрі де тамаша, әрі ойдағыдай болды. Тек бір ерекше ағаш болды. Құдай оларға сол ағаштың жемісін жеуге тыйым салды да, егер одан жесең, сол күні өлесің деп ескертті. Сол ғана ма? Сонда бұл ағашқа жоламаса бәрі жақсы болатын бе еді? Иә, бұл өте оңай болып көрінеді. Бірақ сол бақта жылан да болды. Ол басқа бір әңгіме айта бастады. Жылан, бұл ағаштан жесеңдер де өлмейсіңдер. Керісінше сендер Құдай сияқты боласыңдар деді. Сонда адам мен Хауа жыланның сөзіне сеніп, жемістен алып жеді. Өкінішке орай, мұның салдарынан бақ енді жақсы болдан қалды, әрі Құдайдың игілікті дүниесіне зұлымдық пен өлім кірді. Айтпақшы, неге бақта сөйлейтін жылан болды? Яғни бұл жайт мәселе. Иә, ол таңғаларлық жайт. Ал одан да таңғаларлығы мынау. Жыланның сол жерге неге және қалай келгені туралы Келі кітапта айтылмаған. Онда жылан Құдайға қарсы шыққан мақлұқ ретінде сипатталған. Ол адамдарға Құдайдың игілігі жайлы күмән сеуіп, оларды өлімге апаратын жолға түсіргісі келеді. Демек, бұл жылан не болса да, ол тіпті бүгінгі күнге дейін осы дүниеге және өмірімізге еніп алған зұлымдықтың бастауы. Бірақ біраз үміт бар. Өйткені дәл осы оқиғада Құдай адам мен Хауаға шынымен ғажап бір уәде берді. Болашақта біреу келеді. Ол Хауаның ұрпағы болады. Сол адам жыланның басын мыжып, зұлымдықты түбірімен жоймақ. Алайда, бұл шайқаста жылан сол адамның өкшесін шағады. Демек, бұл бірін-бірін жою сияқты ма? Иә, бұл өте таңғаларлық, бірақ керемет уәде. Осы уәде әңгіменің келесі маңызды сәтіне дейін аяқсыз қалды. Онда Құдай Ыбырайым есімді адамды таңдап алып, оның әулеті арқылы дүниедегі халықтардың бәріне тағы да игілік пен жарылқау сыйлайтыны жөнінде айтты. Енді біз осы әулеттің тарихына назар аударсақ, Ыбырайымның шөберелерінің бірі Яхуда есімді адамға келеміз. Ол өз әулетінен бір патша шығып, бүкіл адамзат оған бағынатын болады деген уәде алады. Сол патша татулық пен үйлесімділік орнатады. Сонда тамақ пен сүт, жүзімдіктер мен жүзім шырыны мол болады. Сөйтіп керемет заман басталады. Яхуда руынан шыққан алғашқы патша Дәуіт еді. Ол батыр да болды. Бәлкім жыланның басын мыжитын сол болар. Бірақ жалпы адамзатқа тән зұлымдық Дәуіттің де бойынан табылды. Ол жыланның басын мыжымады, қайта оның азғыруына көнді. Әйтсе де Құдай Дәуітке ақырында сол патшаның оның әулетінен шығатыны жайлы уәде берді. Бірақ біз әңгіменің ізін бақсақ, Дәуіттің ұрпақтарының әрқайсының күнәкар болып шыққанын көреміз. Олар жыланның ықпалына түсіп, зұлымдықты таңдады. Патшалар байлық, жалған ләззат пен билікке құмартып, бөтен тәңірлерге табынып кетті. Жағдайдың нашарлаған сонша, олар Израиль халқын әбден бүлдірді. Содан зұлым да қуатты Бабыл патшалығы оларды жаулап алып, жер аударды. Осылайша енді бұл уәдені орындайтын патшалар қалмады. Демек, бүкіл жоспар сәтсіз аяқталғандай болып көрінді. Бірақ сол қараңғы заманда пайғамбарлар деп аталатын ерекше адамдар тобы пайда болды. Олар келуге тиісті патша туралы айтып, оның зұлымдықты жеңетіні және Эден бағын қалпына келтіретіні жайлы уәдені жұрттың есіне салды. Ишая есімді белгілі бір пайғамбар жыланның патшаны неге шағатыны туралы көбірек мәлімет берді. Ишая бұл уәде етілген патшаның адамзаттың зұлымдығының кесірінен жараланып, содан өлетін жөнінде алдын ала айтты. Бірақ бұл патша кенет о дүниеден қайтып келді. Ишая патшаның сол жарасы арқылы енді басқаларды сауықтыра алатын қайнар көз болатынын айтты. Бірақ көне келісім заманының соңында жұрт күткен жыланның басын мыжитын патша әлі келмеген еді. Міне сондықтан біз жаңа келісім заманының басында өмір сүрген Назареттік Иса деген адаммен танысамыз. Ол жай ғана адам ретінде емес, сол ежелгі уәделерді орындау үшін келген адам ретінде сипатталған. Иә, Інжілден оның Ыбырайым, Яхуда және Дәуіттің әулетінен шыққаны жөнінде оқып білеміз. Иса Израиль елін аралап, осында игілікті Құдай патшалығының жақында орнайтыны жайлы жариялады. Ол сондай-ақ зұлымдықтың адамдардың өміріндегі салдарын алып тастай бастады. Оларды сауықтырып, күнәлары мен зұлымдығын кешірді. Көп адам енді Исаның сол уәде етілген құтқарушы патша екеніне сенім артты. Бірақ Иса ең жақын шәкірттеріне өзінің патша болып, адамзат жасаған зұлымдықтың бүкіл салдарын өзіне қабылдау арқылы татулық орнататын жөнінде айта бастады. Яғни, оны жылан шағып өлтіреді. Дәл солай. Сонымен жылан жеңгендей болып көрінеді. Егер одан кейін не болған назарға алмасақ, бұл әңгіме шынында қайғылы аяқталар еді. Бірақ Мәсіх өлімнен қайта тірілді. Енді Мәсіхтің зұлымдық пен өлімді жеңетін билігі мен құдіреті бар. Сонымен, Інжіл шарифтің қалған бөлігінде мынау нақты жарияланады. Мәсіх Исаның зұлымдық пен өлімге қарсы жүргізетін билігі енді бізге де қолжетімді.
онымен өміріміздегі зұлымдықтың салдарына қарсы тұра аламыз. Дегенмен, өлім мен зұлымдық біз өмір сүріп жатқан дүниеде әлі де үлкен мәселе болып келеді. Осылайша киелі кітаптың әңгімесі Мәсіх Иса қайтып келіп, өзінің ұлысын тәмамдайтын алдағы күнді сипаттаумен аяқталады. Мәсіх жыланды біржола жойып, Еден бағында болған игілікті мұнда, жер бетінде қайтадан қалпына келтіретін болады.